мына апам бастады деп жатыр ғой, бүкіл жолдос кісі бастап жатыр, мына Гүлбаршын Оспанова бастап жатыр, барлығы үлкен неміз жаңа Ақмарал апайымыз бастап жатыр. Жалпы мен бұл неге жолға келген 6 айдың ішінде бірақ келдім. Келем деген жоқпын, күйеуім стенд, мен айтып жатырмын ғой, мысалы стенд алған, жүрекке қойған. Сол күйеуімнің арқасы стенд қойғаннан кейін қандар қойылып, өкпесіне су жиналып қалған, барлығы не болғаннан кейін амал жоқ, сестрам біз давайтап кірдік та. Соны мен күйеуімді 3 ай ішкізуге болмай келген, май, июль, август 3 ай ішкіздік, сентябрьде Ташкентке жібердім. Бүкіл анализ тексерген кезде өкпеде су жоқ болып шықты, қан айнымасы қан сұйықталды, бүкіл несі гормонализі бәрі кетті. Сосын жаңағы геморрой бардың, 20 жылдан бері асқан геморроймен сорлайтын, өмірді жұмысқа шыға алмайтын, кішкене шықса жаңағыдай ішіп кете береді бәрі. Соны ақырса соның несі геморрой кетті. Бүкіл Ташкентте, бүкіл нені бір айдың ішінде бәрі тексеріп алғанда бәрі таза болып шықты. Енді бұл өнімге барлықтан Алла разы болсын. Енді көп айта бересің, уақыт аз болып тұр, көп айта алмаймын. Өзімде де көп нәтиже айтқам, 2 пачка іштім, 2 пачканың ішінде мына 10 құлағым өмірде мен кішкентай кезімде наушник тағып барабан жарып алғанбыз. Сол мына жақ құлағым өмірде естімейтін мен. Постоянно сол құлағымды бүйтіп тосып жүретін, қайта жүрсің, сол қолмен естісің, мына кісі бірден дегенде, бірақ естімейтін да. Осы жолы осы қыста мен жақында ғана қатты аяз болды ғой. Жоқ жерде қолым бос болмайды. Енді ана телефонды не етейін десем, сол қолмен істейін десем, сол қолымда пакет болып тұр да. Сөйтіп оң қолмен алдымда қалтамен бүйтіп құлағымды тоспаймын ба? Қарасам, что-то бірдеме тоспап, бірақ онда мән берген жоқпын тоже. Екінші тағы да Құдай маған көзіме жеткізіп отыр, аяғыма ой салды да, келерсің тағы да звондап қалып тұр. Қолды тағы, как всегда, пакет қой әйел адам. Мына қолмен қалтама сала саламын ғой. Енді онымен құлағым бүйтіп не десем, жолда келе жатырмын да, что-то құлағым қалай құлағым дұрыс барқын түспей тұрған. Оны сөйлеп болғаннан кейін қарасам, оң құлағыммен естігенімді мән беріп тұрды да, сол кезде маған Құдай санаға салып тұрды, сен естісейші, қай құлағыммен естіп жатқанмын деп. Ашын олай айтқанмын, дұрыс айтқанмын. Сосын айтам, мен қайтып телефон, сол телефон жерге пакеттен қоя салдым да, жүрегімді нетіп кетті да, тез набирать етіп, өзімнің тыңдайтын нелер бар. Қайтадан оң құлағыма бүйтіп тыңдап тұрмын. Ана сөздерді құлағыма естіп жатырмын. Мен қуанып кеттім. Содан кейін қазір міне спокойно телефон алып, мен сіздерге көрсете аламын. Құлағымды оң құлағыммен нені ар жақта сөйлессем де мен уже дыбысты естимін. А мен бұны кішкентай кезімде жарып алған барабанды. Наушник тағы қатты қоямыз ғой, жындылық кез ғой, Құдай өзге шықсын. Сол қазір жасым 46-ға келіп 47-ге келсем де енді құлағым осы естіген. Сонда біздің жаңа мармеладордың арқасында Аллаға шүкір. Жалпы сипаттардың барлығы мен өзім отбасынан алып жатырмын. Бүкіл отбасынан алып жатырмын. Балам 1 жылдан больница шықты, аллергия деді, чистотка деді, мен сестраларым біледі, маңызды біледі, мен сорладым, 1 жылда қыши біледі. Бұл кісіге мен денемді көрсеттім, мен денем страшный болып кеткен. Прямо бір мысықтар тырналайды ғой, сені жезтырнақтар сияқты, прямо сол қасыған кезде бой бермейтін едім. Оказывается, біздің бәріміз болған ғой, енді білмеймін. Осы сол кетті, балам 1 жылда анализ салды, 1 жылда больницамен шырылдап болды, тіптен кетпейді. Оказывается, ол ішінде тоже аскер еді, ол жұрттар сияқты қалмен түскен жоқ, ол жамбасы жағынан прямо шиқан сияқты өз несі, прямо шиқанса жарылып өзі сыртқа шықты құртты. Міне қазір Аллаға шүкір, қазір ешқандай несі жоқ, баламда қазір спокойно мектепке нормально жүрді. Былтыр біз вообще 9 класс оқып жүрдік. Магнитан, тек магнитан ғана. Сол кеше 9 сыныпта қазір 1-ші курс ол балам қойды. 9 сыныпта біздер сентябрьде сабаққа бара алмадық, потому что больница аналар анализ бойынша түкте таппайды, еш нәрсе жоқ дей берді. Негізінде 1-ші магнит ішкенде балам ішім жыбырлатып жатыр деп айтқан, сосын барып қышыды. Қышқан кезде бой деген жаңа өгірек сияқты қаптап кетті денесі. Содан кейін барып жаңа результат жарылғаннан кейін жамбасына қотыр шығып жарылғаннан кейін барып сыртқа шығып тұр ғой бәлелер. Одан кейін мен балам не жаңағы өгірек беті басып кеткен, қазір 20 жаста, мен мына кісі біледі, балым жиенім қандай екен. Өгірек деген страшно, мама мен косметологқа барам болмайтын, жоғасын өзім стипендия салам, барамды деп сөйтіп жүрген 3-ші курста оқитын, маска киіп алады, ұялады. 1 пачка ішті, 1 пачканы ішті, бүкіл өгірек беті тазаланды. Сосын баламның шаштар түсіп қалған, прямо мен басына білген жоқ. Аллопеция. Раковина жоғады ғой, шаш деген толып кетеді. Сосын мен айтып, не шаш, кім шашы деймін да.
сосын айтты жаңағы балам, мама мен қараңшы деп, бірақ бүйткен кезде мен шошып кеттім, рак шығар деп. Өйткені обычно рак па, бірден болса шаш түседі дейді ғой. Сөйтіп бүйткен кезде мама қарсы ана аяғым тоқ кетті шаш деген. Мен жүрегім зуыта, бірге пендеміз ғой, жаман ой келеді ғой. Ойбай, мына рак болып тұр ғой, значит деп. Мен деген ойды шошыдым. Сөйтіп баяғы тәтем ғой шырылдап әйтеуір тағы бір сол бір пачка алып бер, содан аулаға бардым. Өгірейді кетті. Бір күні біз екінші этаж клуб бар, сонда отыр, сол ойнап, что-то білмеймін, кіріп келді. Түрі деген ажарланып тұр да балам. Әйелді Юсуф, сен мына қазір тіркеген болмаса, Юсуф сен нең ғой, бетің что-то ақ-бақ болып тұр ма десе, мама енді байқап тұрсыз ба дейді. Мен бетімде өгірей кетіп жатыр ғой дейді. Шынымен жүгіріп қасына барсам, шынымен бетінде өгірей жоқ. Жаңағы несі шашты бүйтіп көрсетіп жатыр, мама қараңызшы шашты деген түсуді қойды, Аллаға шүкір. Бір пачканың қаншада ішті? Мен бір-ақ капсул беремін, Татьяна маған бір-ақ капсул бәрі күйеуіме де мен 3 ай ішсем де дозаны көтерілген жоқ, бір пачка штук беріп жатырмын. Енді қазір ана екінші ұлым кішкентай 10 жаста, мен өзі ашы жақсы көреді ғой, ашы бәрі что-то приступ беріп жүр жаз бойы. Мен ойладым бірден құлаған екінші тарсам, содан қабырға жағы дұрыс ауырып қалған шығар деп. Бірден болып қалса отыр қалады. Сосын құрсыншы деп осы больницаға апарып ішім дей береді. Апарсам акасы срочно маған тез неге жазылмаңыз деді. Частный бар түсіріңіз балаңыз деді. Баланы түсірсем, іші бірден бет енді врачтардың диагноздарын дәл қоймай бірден бет айтыр. Сөйтіп іші газ су толған деді. Сосын жаңағы акасы почканы ана кісі айтты, почканы тексеріп аласыз ба? Тексерсеңізші, бір жолда келдім ғой деп. Почканы тексерсем 10 жастағы балада қазір тұз жиналып жатыр деді. Не жиналып жатыр деді. Құм жиналып жатыр деді. Міне қазір бір пачкасын бітірді, ішіндегі үшеу ғой, екеуі қалды. Соның өзінде кеше обострение берді балама. Уже мына жерлері прямо почкалары ғой, соқыры ауырып. Неше жаста? 10 жаста балам, түрді қойды биыл. Түні ғой бір күн суткада аяқтар ауырды. Видимо, мен суықтың несі бар ма білмеймін. Енді Құда қаласа 2 айдан кейін өзіға келіп тұр. Оның нәтижесін айтамыз, Алла берсін. Қазір магний ғана ішіп жатыр ол бала. Міне барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын.